Сәлеметсіздер ме, 5-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ тілінен 2-ші тоқсанға арналған бірінші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: мәтін үзіндісін мұқият тыңдап, жұпты сұрақтарға дәлелді жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: мәтінде айтылған нағыз достықтың үлгісін қалай бағалайсыз? Мәтінде айтылған достықтың үлгісін мен өте қатты бағалаймын. Досын жау қолында тастап кетпей, оны құтқару үшін ол көзінен айырылды. Тіпті досы үшін өз өмірін беруге де дайын болды. Шынайы достық өзіңді құрбан етумен ғана өлшене ме? Шынайы достық өзін құрбан етумен ғана өлшенбейді деп ойлаймын. Шынайы достықты өзіңді құрбан етпей-ақ та көрсетуге болады. Досыңа қиын уақытта көмектесіп, қолдау көрсету, оны еш уақытта сатып кетпейтіндей болып, бірақ менің ойымша достық еш нәрсемен өлшенбейді. Дәл осы жағдаятта досты құтқарудың басқа да амалдары бар ма? Осы жағдайда досты құтқарудың басқа да жолдары бар деп ойлаймын. Досының жаудың қолына түскенін естіген кезде ол асқаннан дұрыс ойлай алмады деп санаймын. Жауға жалғыз бармай, басқа да батырларды жинап, жауды жеңу немесе басқа да жолдармен құтқаруға болады деп ойлаймын. Адамды досына қарап таны дегенді қалай түсінесіз? Адамды досына қарап таны дегенді мен адамның досы қандай болса, ол да сондай болады деп түсінемін. Қасындағы досына қарап, ол адамның қандай адам екенін білуге болады. Екінші тапсырма: жұбыңыздың сұрақтарға жауабын өз жауабыңызбен салыстырып кері байланыс беріңіз. Келісетін не келіспейтін тұстары бар ма? Бұл тапсырманы өздеріңіз орындайсыздар жұптарыңызбен бірге. Осымен БЖБ жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.